32 жылы ашаршылықтың алдында бір қазақтың ақыны мынандай өлең шығарған екен. Сенде жоқ қулық сұмдық тәсіл айла, жаралғаннан іздемедің байлық пайда, қонақ жайлық мырзалық сорың болып, сүйегің қалар мекен құммен сайда деп. 30 жылы Әлихандардың айтуынша біз 7 миллионға жуық халық болғанбыз. Содан 2 миллион халық қалды. Баласын сойып жеген жағдайлар өтте көп болды. Өтте көп. Көрдегі моладан адамдар қазып жей деген. Сол кезде біздің Үржарда бір орыс өлмеген екен. Бір орыс өлмеген. Өткен Үржарда тұрғандар білет, 7-8 өзен бар. Түгін тартсаң май шығады, картоп егесің бе, капуста егесің бе, жүгөр егесің бе, не ексең бәрі шығады. Біздің қазақ не балық аулай алмаған, не жердіген, ештеңке егіп жөнін білмеген, малды алып кеткеннен кейін қазақ шыбын шақырылған, қойшы емес шыбын шақырылған. Баласын, туған баласын сойып жегенге дейін барған. Қазір қазақ тура сол қаперсіз қазақпен көз алдым елестетеді. Мынандай нәрсе болып жатыр, ешкімнің қаперіне кіріп жатқан жоқ. Осы елде тұратын көзге көрінбейтін кәсіпкерлер көбінесе машина жөндеткен, компьютер жөндеткен программа, қазір CRM система, заманауи технология керек, біз Мәскеуден алдырамыз. Бір башқұрттың жігіті, бір татардың жігіттері келіп істеп жатыр. Басқа нәрселердің бәрін бізге CRM система деген ең соңғы система бар, 24 Bittrex деген система бар. Біз американецтердің технологиясымен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Амалсыз қазір корей істеп жатыр да, Василий, Алексей деген. Қазақ жоқ өйткені. Қазақтар мынадан мүлде бейхабар. Тура 32 жылы қазақ қандай, дәл қазір қазақ сондай. Ертең жұмыс қысқарып деметкен кезде далада қалады. Айтады, тым болмаса шопыр болып кетем дейтін. Шопырына керек жоқ болады. Грузчик те керек жоқ болады. Охранник те керек жоқ болып болады. Сол кезде қалай нан, чай тауып жейім деу сұрақ енді 5-10 жылдың ішінде жетіп келеді. Сондықтан қазір сендерге айтатыным, 1 минут уақыттарыңды кино көруге, YouTube көруге емес, ертең қалай күн көрем, ертең нанымды қалай тауып жейім деген сұраққа жауап іздеп уақыт өткізу керек. Әрбір минуттарыңды. Таңертең шошып оянам. Неге десең, менің 3 балам бар, менің немерелерім бар. Енді осылар қалай күн көреді? Осылай қалай күн көреді? Қоғам қайда кетіп бара жатыр? Қоғам көз ілеспе жылдамдықпен Ауған, Иран, Ирак, Сирия, Ливияның артынан кетіп бара жатыр. Мен жастармен жүрем, жастармен әңгімелесу мүмкін емес қазір. Тура солай қарай кетіп бара жатыр. Ал алашардақтылар армандаған. Кешегі Европаның ғылым мен мәдениетін меңгеріп, Жапония сияқты мемлекет жасаймыз деген алаштың арманы қиялға айналып, көз ешкімнің қаперінде жоқ. 1% жастардың қазақтың қаперінде жоқ ол. Сондықтан мен шошып оянам, менің өйткені халық ондай кедейленетін болса, ол мемлекетте тұрақсыздық болмайды. Соңғы мен ойлаймын, бала шағамды, немерелерімді қандай мемлекетте, қандай қоғамда тастап кетеді екем деген. Менің өз басымда Құдайға шүкір, кәсіптерім бар, денім сау, балаларым ер жетті, бәрі бар. Бірақ айтады, неменеге зарлап жүрсің? Немен асан қайғы болып жүрсің деген кезде, мен адаммын ғой. Мен немерем қазір, кішкентай 10 айлық немерем бар, 3 жастағы немерем бар. Ананы көрген кезде мен жүрегім қанжылайды. Ертеңдері не болады екен деп. Қоғамның беталысы жан шошырлық. Басқа жұрт аспан көкке асып жатыр, кілтін өнер білім ашып жатыр. Бір ай, бір жұлдыз, бір күн боп жарқырап көктен нұрын шашып жатыр. Күнбе-күн алға қарай барып жатыр, таласып өнер білім алып жатыр. От жегіп, суда жүзіп, көкке ұшып, Тәңірдің рахатына қанып жатыр. Біздің қазақ түк ойламай текке жатыр. Бір іске жана салмай шетте жатыр. Азырақ көз жүгіртіп қарар болсаң, қазекем жан шошырлық кепте жатыр. Шәкірттер медреседе шіріп жатыр. Қайдағы ескі құсқы көріп жатыр. Адасып дін іздеген байқұс шәкірт жемтікші құзғын болып кіріп жатыр. Мағжанның Жатыр деген өлеңі 100 жыл бұрын жазған.